Қайырлы күн. Арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі талдайтын мәтініміз сауалнама тақырыбындағы мәтін. Алдымен мәтіннің мазмұнымен таныспас бұрын сұрақтарына назар аударайық. Бірінші сұрақ. Салауатты өмір салтына қатысты пікір иесі. Екінші сұрақ. Мәтіндегі ойға сәйкес келмейтін тұжырымдар. Яғни бірінші тұжырым. Бұл тұжырымдарды қазір мәтінді талдау барысында қайтадан тоқталамыз. Бірінші сұрақтармен танысып алайық. Үшінші, сауалнамада сөз болмаған мәселе. Төртінші сұрақ. Берілген мәтін стилі. Бесінші, архитектордың пікірінше қандай жағдайда оның ұсынысы іске асуы мүмкін? Осы сауалдарға жауап беру үшін біз алдымен мәтін мазмұнымен танысып алайық. Видеоны тоқтатып қойып, мәтіннің мазмұнымен танысып шығыңыздар. Мәтін мазмұнымен танысып болсақ, енді өздеріңіз байқағандай мәтін екі-үш адамдардан Сәкен, Сәкеннен, сол сияқты мына жерде, одан кейін Раушан, Динара, Динарадан, Сәкеннен және Раушаннан интервью алған, яғни сұхбат алған. Сол сұхбат арқылы, біз сұхбаттар жауаптар арқылы біз қазір мәтіннің сұрақтарына жауап береміз. Бірінші сұрақ. Салауатты өмір салтына қатысты пікір иелері. Салауатты өмір салты туралы қай мәтіндерде айтылды? Соған назар аударайық. Сәкеннің жауабына, сұхбатына назар аударайық. Сәкен, бізге салауатты өмір, мына жерде айтылған екен, бізге ұрпақ саулығы керек. Ұрпақ саулығы керек. Қалада ашылатын әр қоғамдық орынның барынша пайдалы болуын ойластыру керек деп ойлаймын. Айталық, қымыз қырық аурудың алдын алады екен. Салауатты өмір салтын қалыптастыру іс шараларының бір ретінде қымызханалар ашуды ұсынамын дейді. Қымызханалар ашуды ұсынамын. Демек, Сәкен өзінің пікірінде салауатты өмір салтын қалыптастыру туралы айтқан екен. Және енді Динараның айтқанына назар аударайық. Өмір салтына байланысты. Ашық аспан астындағы спорттық ойын алаңдары салынса жақсы болар еді. Халық сондай орындарға зәру. Бұл бір жағынан бұқаралық ақпаратты дамытуға сеп болса, екіншіден бос уақытты өткізетін керемет орын болар еді дейді. Демек, салауатты өмір салтын қалыптастыруға спорттық ойын алаңдары салынса екен дейді. Салауатты өмір салтына қатысты пікір Динаранда да сұхбатында да айтылған екен. Демек, сұрақтың жауабы Динара мен Сәкен. А нұсқасы. Динара мен Сәкен. Демек, А нұсқасын белгілеп қоямыз. Екінші сұрақ. Екінші сұрақ. Мәтіндегі ойға сәйкес келмейтін тұжырымдар. Бірінші тұжырым. Ауыл шаруашылық өнімдерін өткізу мәселесі шешімін тапты. Екінші. Қобыз кейпіндегі көпір қаланың негізгі көркіне айналды. Үшінші. Демалыс автокөліктеріне орын бөлу мәселесі өзекті емес. Енді мәтінге назар аударайық. Бірінші, ауыл шаруашылық өнімдерін өткізу мәселесі шешімін тапты. Әрине, бұл шешімін әлі тапқан жоқ. Ұсыныс жасалды, Раушан ұсыныс жасалды. Яғни ол көпір салу туралы, қалаға ауыл шаруашылық өнімдерін өткізу туралы Сәкен өзінің пікірінде айтты. Бірақ әлі шешімін тапқан жоқ. Мына жерде айтылды. Сол арқылы
қымызханалар ашсақ, салауатты өмір салтын қалыптастырсақ деп пікір айтты. Ауыл шаруашылығы өнімін өткізсе деп. Бірақ бұл әлі орындалған жоқ. Сондықтан бұны біз мәтіндегі ойға сәйкес келмейтін тұжырым деп аламыз. Сәйкес келмейді. Белгілеп қояйық. Себебі бұл мәселе орын әлі шешімін тапқан жоқ. Минус деп алу белгісін қоямыз. Келесі, Қобыз кейпіндегі көпір қаланың негізгі көркіне айналды. Қобыз кейпіндегі көпір туралы мына жерде бізде Раушан өз пікірінде айтқан болатын. Бізге Қобыз бейнесіндегі көпір жасауға болады. Ол қаланың қос бөлігін байланыстырып, шаһарға ерекше көңіл беріп тұрар еді. Сонымен қатар ұлттық нақыштағы нысан ерекше назар аударатын көпір болмақ. Әрине бұл ұсыныс тастады, бірақ бұл әлі жүзеге асқан жоқ. Негізгі көркіне айналды дейді. Қобыз кейпіндегі көпір қаланың негізгі көркіне айналды дейді. Яғни бұл мәтіндегі ойға сәйкес келмейді. Әлі ол жүзеге асқан жоқ. Үшінші сұрақ. Демалушылар автокөліктеріне орын бөлу мәселесі өзекті емес. Бұл керісінше өзекті. Себебі Динара өзінің пікірінде айтады. Спорттық алаңдар, ойын алаңдар салынса жақсы болар еді. Және бос уақытты өткізетін керемет орын ол болар еді. Демалыс орындарын көбейткен дұрыс дейді. Әрине демалыс орындарында автокөліктерді қою туралы да мәселе көтерілді. Бірақ бұл өзекті. Керісінше бұл мәселе өзекті болатын. Сондықтан бұл мәтіндегі ойға сәйкес келмейді. Демек, мәтіндегі ойға келмейтін үшеуі де келмейді. Үшеуі де келмейді екен. Үшеуі де мәтіндегі ойға сәйкес келмейді. Сұрақтың жауабы бойынша С нұсқасы дұрыс. Үшінші сұрақ. Сауалнамада сөз болмаған мәселе. Бұл жерде болымсыз мәнде сұрақ болып тұр. Сөз болмаған мәселе. Осы болмаған деген назар аудару керек. Сөз болмаған нәрсе. Бірінші, бұқаралық спортты дамыту. Бұқаралық спортты дамыту туралы сөз болды. Міне, спорттық алаңдар туралы. Спорттық ойын алаңдары салынса екен дейді. Демек, оны Динара айтты. Демек, бұл айтылды. Бұл сөз болды. Бұған біз сөз болды деп бұған қосу белгісін қойып қоямыз. Бұқаралық ақпарат туралы сөз болды. Келесі. Қала тұрғындарын денсаулығын нығайту. Әрине, бұл қозғалды. Динара өзі пікірінде айтты. Халықтар спорттық ойын алаңдарына өте зәру. Міне, бұқаралық спортты дамытуға үлес қосуымыз керек. Және бос уақыт тиімді пайдалануға жақсы керемет орын болады, егер спорт ойындары салынса деген болатын. Демек, бұл пікір бізде айтылды. Қала тұрғындарын денсаулығын нығайту туралы бізде мәтінде айтылды. Енді ауыл шаруашылығы өнімін өткізуді керек. Жаңа Сәкен өзінің пікірінде айтты. Егер қымызханаларды ашатын болсақ, міне былай деп айтты. Бізге ұрпақтың саулығы керек айтылып тұр. Қалада ашылатын әр қоғамдық орынның барынша пайдалы болуын ойластыру керек деп ойлаймын. Айталық, қымыз қырық аурудың алдын алады екен дейді. Демек, егер де сол арқылы дейді, қымызханаларды ашу арқылы ауыл шаруашылық өнімін өткізеді дейді. Бұл жерде мәтінде сонда бұл сөз болды. Сондықтан біз бұған қосу белгісін қоямыз. Демек, ұлттық нақыштағы концерт залу туралы бізде мәтінде айтылған жоқ. Сөз болмаған нәрсе, соны мәселе бұл жерде ұлттық нақыштағы концерт залын салу. Келесі сұрақ. Берілген мәтін қандай стильге жатады? Берілген мәтін стилі. Бұл газет журналға жарияланғандықтан және интервью, яғни сұхбат алғандықтан бұны біз бірден
публицистикалық стильге жатқызамыз. Бұл мәтіннің стилі публицистикалық стиль. Келесі сұрақ. Архитектордың пікірінше, қандай жағдайда оның ұсынысы іске асуы мүмкін? Архитектор бізде раушан болған, ең бірінші пікір, соған біз назар аударамыз. Бірінші алдымен раушанның пікірін оқып шығамыз. Бізге қобыз бейнесіндегі көпір жасауға болады. Ол қаланың қос бөлігін байланыстырып, шаһарға ерекше көрік беріп тұрар еді. Мұнда келетін демалушылар саны да үзілмейтін болады. Сонымен қатар, ұлттық нақыштағы нысан, яғни ерекше назар аудартатын көпір болмақ. Енді бұл ұсынысты облыс әкімінің назарына ұсынсам ба деп отырмын. Бұқаралық ақпарат құралдарында қолдау тапса, тіпті жақсы. Демек, былай дейді. Бұл ұсынысты, көпір салу ұсынысын облыс әкімінің назарына ұсынсам ба деп отырмын. Демек, егер қала тұрғындары қолдап дауыс жинаса, ол айтылмаған. Егер Қызылорда тұрғындарының жиналысында қаралса, ондай раушан ондай ұсыныс айтпайды. Егер сотта қаралып оң шешім қабылданса, сот туралы да ешқандай раушан өзінің пікірінде айтылмаған. Егер облыс әкімшілігі қабылдап, қаражат берілсе, яғни облыс әкімінің назарын ұсынсам ба деп отырмын дейді. Егер облыс әкімінің назарына ұсынсам, облыс әкімшілігі қабылдап, қаражат бөлінсе, оның раушанның ұсынысы, көпір салу туралы ұсынысы жүзеге асады. Демек, міне біз мәтін бойынша 5 сұраққа да жауап бердік. 5 сұрақтың жауабы да мәтіннің мазмұнында айтылған. Бірінші сұрақта салауатты өмір салтына қатысты пікір иелері Сәкен мен Динара болды. Екінші сұрақта мәтіндегі ойға сәйкес келмейтін тұжырым. Бұл үшеуі де сәйкес келмейді, себебі үшеуі де үш ұсыныста, үш пікірде жүзеге асқан жоқ. Сондықтан үшеуі де мәтіндегі ойға сәйкес келмейді. С нұсқасы болды. Келесі сауалнамада сөз болмаған нәрсе, ол бізде ұлттық нақыштағы концерт залы туралы айтылмады. Ұлттық нақыштағы концерт залы туралы айтылған жоқ. Келесі сұрақ. Төртінші сұрақта берілген мәтіннің стилі публицистикалық стиль, себебі пікір алып сұрақ қою және әрбір журналистердің өз пікірін айтуы, ол публицистикалық стильге жатады. Бесінші сұрақ. Архитектордың пікірінше қандай жағдайда ұсынысы іске асырылуы мүмкін? Бұл егер облыс әкімшілігі қабылдап қаражат бөлінсе, яғни Д нұсқасы. Назарларыңызға рахмет. Менің арнама жазыла отырыңыздар. Пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Менің арнама тағы да ұсынысым, менің арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Менің арнамды қолдап пікірлеріңізді жазып отырсаңыздар жақсы болар еді. Сау болыңыздар, назарларыңызға рахмет.